Сәлем достар, бүгін біз сіздермен электр заряды және зарядтың сақталу заңымен танысамыз. Яғни бұл ұғыммен біз 8-ші сыныптан таныспыз. Алдымен сол кездегі білімдерімізді қысқаша еске түсіріп алайық. Яғни электр заряды сіздер білесіздер үйкеліс кезінде пайда болады, Енді оның пайда болу барысына қысқаша тоқталайық. Яғни дене ол зат, яғни молекулалардан құралады. Молекула ары қарай атомдардан құралады. Атом өзінің ішінен бөлініп ядромен, яғни ядроның сыртын айнала жүрген еркін электрондардан құралады. Енді ядро ары қарай протон мен нейтроннан құралады. Енді біз осы жерде, яғни белгілі мысалға бір шыны таяқшамен немесе жаңағы эбонит таяқшасымен матаны үйкеген кезінде эбонит таяқшасында ұсақ заттарды өзіне тарта алатын, яғни электрлік қасиеттің пайда болғанын байқадық. Яғни бұл кезде қандай процесс жүзеге асады? Яғни жаңағы біздің матамыз болса, яғни мында. Және жаңағы таяқшамыз. Немесе орнына кәдімгі сызғышты алып пайдалансақ та болады, Осыны біз матаға үйкеген кезінде, осы үйкеліс барысында, яғни мына матадағы электрондар ол мына келесі сызғышқа ауысуы мүмкін, немесе жаңа таяқшаға ауысуы мүмкін. Осының салдарынан мына матаны құрайтын атомдардың ішіндегі протон мен электронның санында, яғни тең емес жағдай байқалады. Өйткені ол оған дейін бейтарап болды үйкеліске дейін, себебі ол жерде жаңағы протонның саны мен электронның саны тең болатын. Яғни протон саны мен электрон саны бір-біріне тең болған жағдайда, электрон саны екеуі бір-біріне тең болған жағдайда, олар бейтарап қасиет көрсетеді. Өйткені электрон бізде ол теріс зарядты, ал протонымыз оң зарядты. Енді осы екеуінің саны тең болса, демек олар бір-бірін бейтараптайды да, яғни затымыз электрлік қасиет көрсетпейді. Ал енді үйкеліс жағдайында, яғни жаңағы ядроны айнала қозғалып жүрген электронның қандай да бір бөлігі келесі денеге өтеді. Яғни электронды қосып алған дене ол не істейді? Теріс зарядталады. Өйткені протонның санынан оның электронның саны қайтеді? Артық болады. Яғни, егер санын біз n деп белгілейік, яғни электронның саны протонның санынан артық болса, демек ол жерде теріс зарядтардың саны көп, біз ондай денені теріс зарядталды деп атайды екенбіз. Ал егер керісінше бір зат ол электронны келесі затқа өтіп кеткеннен кейін, оның протонның саны қайтеді? Электроннан көп болып кетеді. Өйткені ол электронны жоғалтып алды, Демек, онда электронның саны протонның санынан аз болатын болса, біз ондай зарядты оң заряд деп белгілейді екенбіз. Яғни, зарядтың осындай екі түрі бар, яғни екі типі, ол біреуі оң заряд, біреусі теріс заряд деп атайтын. Ал енді олардың осындай заряд алу жолдарының біз үш түрлі, яғни денені электрлеудің үш түрлі жолымен танысқанбыз, Біріншісі, ол жаңа өздеріңізге айтып кеткендей, ол үйкеліс арқылы. Яғни үйкеліс арқылы зарядтау, электрлеу денені. Екінші тәсілі ол бізде жанасу арқылы. Енді осы екі тәсілді алдымен қарастырып алайық. Үйкеліс арқылы дегеніміз түсінікті, яғни үйкеліс кезінде міндетті түрде бір дене оң зарядталса, екінші дене теріс зарядталады, Және бұл үйкеліс арқылы зарядтау көбінесе диэлектриктерді зарядтауға қолданылады. Яғни электр тоғын өткізбейтін заттарды зарядтау үшін біз үйкеліс арқылы зарядтауды қолданамыз. Ол кезде оң және теріс екі заряд пайда болады. Ал енді келесі жанасу арқылы зарядталу қалай жүреді? Яғни егер мысалға мына таяқшаны біз теріс зарядтап алатын болсақ, енді оны алып кеп тағы бір, мысалға металдан жасалған мынандай бір металл шарик дейік, металл. Осындай шарикке алып кеп мынаны тигізетін болсақ, яғни жанастыратын болсақ, онда мынадағы теріс зарядтар мынаға не істейді? Беріледі. Нәтижесінде металл шарымызда біздің теріс зарядталады. Яғни бұл жағдайда қарап отырсақ, қандай заряд берсек, денеге біз келесі денеде де тура сондай заряд алады екенбіз. Мына сияқты жаңағы сияқты әр аттас зарядтар пайда болмайды бұл жерде. Яғни жанасқан денеміздің біріншісі қандай зарядты болса, екіншісі де тура сондай таңбалы заряд алады. Енді
Бұл көбінесе металдарды зарядтауға қолданылады, жанасу арқылы зарядтау. Енді келесі үшінші тәсілді қарастырайық. Үшіншіміз ол бізде әсер арқылы дейді, немесе индукция арқылы зарядтау. Яғни индукция арқылы зарядтау дегеніміз не екен? Енді соған тоқталып өтейік. Яғни индукция арқылы зарядтау дегеніміз ол алдымен сізде зарядталған бір дене болу керек. Яғни мысалға мына металл шарикті біз оң зарядтап алдық деп есептейік. Осы оң зарядталған металл шарикті біз келесі бір өткізгішке, яғни бір металдан жасалған келесі бір денеге қарай жақындататын болсақ, тигізбейміз. Яғни бұл жерде жаңағы жанасу арқылы сияқты мынау оң зарядталған металл шарикті мынау келесі өткізгіш денеге, яғни келесі металл денеге біз тигізбейміз. Тек жақындатамыз. Осы жағдайда бұл денені құрайтын оң теріс зарядтар екі жаққа бөліне бастайды. Яғни өйткені сіздер білесіздер, оң теріс зарядтар, яғни олар әр аттас болса, біреу плюс, біреу минус болса, яғни біреу оң, біреу теріс болса, олар бір-бірін тартады, Керісінше біреуі оң, екіншісі де оң болса, немесе біреу теріс, екіншісі де теріс болса, олар бір-бірінен тебіледі. Ал бұл жағдайда, яғни ол мынау зарядталған шар металл келесі мына жаққа жақындаған кезінде, яғни мына өткізгіштің бойында, яғни А бөлігінде теріс зарядтар жинала бастайды, Б бөлігінде оң зарядтар жинала бастайды. Яғни мына жерге жалғанған металл екі жұқа фалга екі жаққа қарай ашыла бастағанын көреміз мынау жақындаған кезінде. Себебі мына жаққа теріс зарядтар жиналады, нәтижесінде мына фалганың екі тілшесі де теріс заряд алады, теріс заряд, сондықтан олар аттас зарядтар бір-бірінен тебіледі. Ал енді ортаңғы бөлігінде ол жердегі бекітілген екі мынау тілше, олар бір-бірінен ауытқымайды. Өйткені мына жақта оң заряд, мына жақта теріс заряд, олар бір-бірін бейтараптап тұрады, сондықтан олар жаңағы бір-бірінен мына сияқты екі жаққа қарай ашылып ауытқымайды. Ал енді келесі жағында ауытқиды. Өйткені ол жақта оң зарядтар жиналады, оларда аттас зарядталады, бірақ олардың таңбалары оң болады. Яғни олар бір-бірінен тебіледі. Енді осы өткізгішті арнайы бөлінетін қып жасайды, жасалынған лабораторияда. Оны екі жаққа бөліп алатын болсақ, яғни мынау А бөлігі оның теріс зарядпен, Б бөлігі оң зарядпен зарядталады. Яғни балалар электрлеудің үш түрлі әдісі бар екен. Оны сіздерге жеке-жеке түсіндірдім. Енді біз осы электр зарядын сипаттау үшін заряд мөлшері деген ұғыммен танысамыз. Заряд мөлшері ол Q деген әріппен белгіленеді. Өлшем бірлігі ретінде оның кулон деген өлшем бірлігі алынады. Яғни бас әріппен КЛ деп жазамыз. Оқыған кезінде кулон. Яғни ғалымның құрметіне берілген өлшем бірлік, сондықтан бас әріппен жазамыз. Енді зарядтың шамасын, осы мөлшерін қалай біз анықтаймыз? Мысалға, осындай электрлену барысында егер мына металл таяқ шар немесе кез келген мынау жаңа зарядталып жатқан дене өзіне қанша электрон қосып алғаны белгілі болса, біз бір электронның немесе бір протонның зарядын элементар заряд деп атаймыз. Яғни оның шамасы, яғни протон мен электронның зарядтарын біз элементар заряд деп атаймыз. Оның шамасы 1,6 көбейтілген 10⁻19 дәрежесі кулон болады. Енді қараңыз, егер ол электронның заряды болса, біз алдына минус таңбасын аламыз, ал протондығы болса, алдына плюс таңбасын аламыз. Яғни протонымыз оң, электронымыз теріс заряд. Бұл яғни ең кіші зарядтың мөлшері деген сөз. Енді мына жерде егер ол екі электрон қосып алса, осыны екіге көбейтсек, демек сол жаңағы зарядталған денеміздің жалпы заряд мөлшерін есептей аламыз деген сөз. Үш электрон қосып алған болса, мына ені үшке көбейтеміз. Ал немесе 4 электроннан айырылып қалған болса, онда мына ені плюс 1,6 көбейген 10⁻19 дәрежесіне көбейтеміз. Жаңағында электронды қосып алған жағдайда біз минусына көбейтеміз. Сонымен біз мынандай формула аламыз. Яғни заряд шамасын табу үшін, мөлшерін табу үшін, яғни жаңағы оған қосып алынған немесе ол жоғалтқан электрондардың санын көбейтеміз элементар зарядқа. Осы арқылы біз заряд мөлшерін есептеуге болады екен. Енді бұл денелер, яғни бір-біріне жанасқан жағдайда
олардың арасында зарядтардың алмасуы жүзеге асады. Бірақ тұйық жүйе үшін зарядтардың қосындысы тұрақты болып қалады. Біз бұны зарядтың сақталу заңы деп атаймыз. Яғни кез келген жаңағы зарядталған денелер бір-біріне жанасу кезінде олардың зарядтарының қосындысы өзгермейтін тұрақты шама болады. Мысалға, бір 2-3 денені бір-біріне жанастыратын болсақ, мейлі n денеге дейін, олардың қосындысы ылғи да тұрақты болып қалады. Ал есеп шығаруда бұны қалай қолданамыз? Мысалға, мына жақта бір бізде металл шарик болсын, мысалы, оның плюс зарядталған болсын, оң зарядталған, зарядының шамасы, оның 2 нанокулон болсын, мысалға, Q біріміз 2 нанокулон болсын. Ал енді келесі бізде тура сондай теріс зарядталған шар болсын. Оның зарядының шамасы, мысалға, ол 4-4 нанокулон болсын. Енді балалар бір ескеретін жағдай, бізде 1 кулон дегеніміз ол өте үлкен зарядның шамасы. Шын мәнінде біз қосымша өлшем бірлік ретінде нанокулон деген өлшем бірлік аламыз. Ал 1 нанокулонымыз ол 1 көбейтілген 10-ның -9 дәрежесі кулонға тең. Енді қараңыз, осы 2 шарды алдымен бір-біріне түйістіріп, зарядталған 2 металл шарды бір-біріне түйістіріп, одан кейін оларды бастап қарағаштығына ажырататын болса, егер олардың өлшемдері бірдей деген шарт орындалса, яғни мына екеуінің өлшемдері олардың тегі бірдей болатын болса, онда бізде мынандай шарт орындалады. Яғни мына қараңыз, қазір екеуі түйіскенге дейін Q1, Q2 болды ғой. Енді түйіскеннен кейінгі зарядтың біз Q1 штрих, Q2 штрих деп белгілеп алсақ, онда Q1 мен Q2-ның қосындысы жаңағы түйіскеннен кейін пайда болған екеуіндегі Q1 штрих пен Q2 штрихтің қосындысына тең болады. Ал егер олардың өлшемдері бірдей деген шарт берілсе, онда бізде Q1 штрих пен Q2 штрихіміз бір-біріне қандай болады екен? Тең болады. Оларды бірдей Q штрих деп алатын болсақ, онда Q1 мен Q2-ның қосындысы ол 2 еселенген Q штрихқа тең болады деген сөз. Егер мысалға 3 өлшемі бірдей осындай шарлар болса, демек ол 3 еселенген Q штрих болады деген сөз. Яғни шарт бұл жерде өлшемдері бірдей болу керек. Енді тура осы есепті есептейтін болсақ, осы тәсілді пайдаланып, яғни түйіскеннен кейін олар қанша заряд алады деген. Онда түйіскеннен кейін 2-ке -4-ті қосамыз, бізде -2 болады. Оны 2 шарикке тең бөліп берсек, демек онда әр қайсысы -1 нанокулоннан не істейді екен? Заряд алады. Яғни Q1 штрихімізда, Q2 штрихімізда біздің -1 нанокулон зарядқа ие болады екен. Екеуін бір-біріне түйістіргеннен, яғни жанастырғаннан кейін. Балалар, бүгінгі тақырыпта біз яғни зарядтың қалай пайда болатынын, яғни электрлеудің қандай тәсілдері бар, сонымен таныстық. Сонымен қатар зарядтың сақталу заңымен таныстық. Және заряд мөлшерін біз қалай есептейміз, сол формуламен таныстық. Яғни бұл жерде Q тең N көбейтілген E деген формуламен есептейтін болдық. N дегеніміз жаңағы қосып алған немесе жоғалтқан электрондардың саны, ал E деп отырғанымыз элементар заряд мөлшері болды. Балалар, бүгінгі тақырып сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Алдағы бөлімде біз осы тақырыптарға жалғастырамыз, және одан кейін біз практикалық бөлімде осы тақырыптарға есептер шығаратын боламыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.